Мурасаки Бара керемет реакциялық өсу мен ширақтылықпен тамаша орталық ойыншы болды. Аумина өту жағынан ең күшті, оның жылдамдығы мен периметрлік қорғанысымен бірге тамаша шабуылдаушы. Мидарима ең жақсы мерген бола отырып, тамаша шабуылдаушы, қорғаушы, және бұл позиция ағылшын тілінде shooting guard, яғни атқыш қорғаушы деп айтылуы бекер емес. Бұл позициядағы ойыншы мерген болу керек екенін түсіндіргендей. Сонымен қатар барлық басқа позициялардың ортасында орналасқан және ойыншының әмбебап болу керек дегенді меңзеп тұрған кішігірім форвард Киса өз қарсыласының сипаттамаларына еліктеу қабілетімен идеалды форвард болып табылады. Сондықтан ғажайыптар буыны олар ойнайтын позициясының абсолютті көрінісі болып табылады. Олардың қайсысы мықты болатынын айту мүмкін емес, өйткені дәл сол Кисаны орталықтың рөліне қойсаңыз, ол әрине Мурасаки Бараны көшіріп алар еді. Бірақ олардың бойындағы айырмашылық 20 сантиметрге жуық екенін есте сақтаңыз. 160 сантиметр